187 есепте Нұрлан саяжайдың станцияға дейінгі қашықтықтың 5/2-сін жүріп өткенде, саяжай мен станцияның ортасына дейін жету үшін тағы 4,3 км жүруі керек еді. Саяжай мен станцияның арасы неше километр дейді. Нұрланның жалпы жүруі керек қашықтығын, яғни станцияға дейінгі қашықтықты x деп алдық. Және оның бірінші жүріп өткен жолы бізде 5/2 тең екен. Одан кейін айтады, станцияның ортасына дейін жету үшін 4,3 км қалған дейді. Станцияның ортасы әлбетте бізде 2/1 тең, яғни тура станцияның жартысы. Яғни біз станцияның ортасына дейінгі қашықтықты білеміз. Сонда ол 5,2/1 қашықтықпен 4,3 км қосатын болсақ, бізде 2/1 шығуы керек. Мінекей осыны пайдаланып біз x-ті табамыз. Жазамыз. 5/2 қосамыз. 4,3-ті жай бөлшекке айналдырайық. Сонда 10-нан 43 деген жауапты аламыз. Осы тең болуы керек бізде 2/1 Енді 5/2-ні біз теңдіктің келесі бетіне өткізейік. Теңдіктің келесі бетіне өткен кезде бізде 10-нан 43 тең болады 2/1 азайтылған 5/2 болады. Енді екеуіне ортақ бөлім бере салайық. Сонда 10-нан 43 тең болады. Ортақ бөлім оларға 10 болады. Мұнда 5 барады, мұнда 2 барады. 5-тен 4 азайтамыз деген сөз. Сонда 5-тен азайтамыз 4-ті. 5-тен 4 азайтсақ әлбетте 1 болатын білеміз. Сондықтан 10-нан 1 x деп жаза саламыз. Біз бөлшектің 2 бөлігінде 10-ға көбейте салайық. Сонда мұнда көбейтеміз 10-ды, келесі бетінде көбейтеміз 10-ға. 10 менен 10 қысқарады, 10 менен 10 қысқарады. Сонда 43 тең болады x-ке қалады. Яғни x тең болады 43-ке екен. Осылайша жауабын таптық. Жауабы 43 км. Станцияға дейінгі қашықтық 43 км-ге тең. 691 есепте ыдыстың 5/1 бөлігі бос. Қалғанына сүт құйылған. Ыдыстағы сүттің 4/3 бөлігін құйып алғанда, ыдыстың қандай бөлігі бос қалады дейді. Сонымен қазірдің өзінде 5/1 бөлігі бос екен. Ал енді сүт ыдыстың қанша бөлігін алып тұрғанын анықтайық. Жалпы ыдыстың көлемін біз 1 деп алдық. Осы 1-ден азайтамыз бос бөлікті, яғни 5/1-ді. Сол кезде 5/4 деген жауапты аламыз. Бұл 5/4 дегеніміз сүттің дәл қазір алып тұрған бөлігі. Енді бізге былай дейді. Осы сүттің 4/3 бөлігін құйып алғанды дейді. 5/4-тің 4/3-ін құйып алдық. Енді құйып алған бөлікті табайық. Сонда 5/4-тің 4/3-ін тапқымыз келсе, 5/4-ті көбейтеміз 4/3-ке. Осы кезде қысқаратын бөлшектерін қысқартып жібереміз. Яғни 4 пенен 4-ті қысқартсақ, бізде 5/3 деген бөлікті аламыз. Демек біз 5/3 бөлігін құйып алдық. Мінекей сүттің 4/3 бөлігін құйып алдық. Осы кезде бізде 5/3 бөлігі тағы босаған болатын. Мінекей ыдыстың 5/3 бөлігі тағы босады. Ыдыстың 5/3 бөлігі босаған болатын болса, басындағы бізде бос 5/1 бөлікпен 5/3 бөлігін қоса саламыз. Сол кезде ыдыстың қанша бөлігі бос екенін анықтаймыз. 5/3-ке қосамыз 5/1-ді. Сонда 5/4 деген жауап шығады. Демек, жауабы 5/4 бөлігі бос қалады. Жауабы 5/4 бөлігі босайды екен.